Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен духовкада пісетін, бір жасағаннан сәтті шығатын пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Рецепттің маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Пончиктарды пісіру үшін бізге сұйық май, су, жұмыртқа, разрыхитель, айран, шекер және ұн қажет болады. Таза ыдысымызға ингредиенттерімізді бір-бірден қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қажетті ингредиенттерді мен описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Шекерімізді салған соң міндетті түрде ерігенше жақсылап араластырамыз. Разрыхителімізді салып, оның үстінен ұнымызды аз-аздан бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Дәл осындай масса болып шығады. Дәл осындай пончикке арналған силиконды формаға салып пісіретін боламыз. Міндетті түрде астын майлап алыңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Массаларымызды толтырмай жартыдан құятын боламыз. Осы кезде пешімізді міндетті түрде қыздырып қоямыз. Пончиктарымызды 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Массаларымыз тегіс болу үшін міндетті түрде осылай ұрғылап жіберіңіздер. Пончиктарымыз пісті. Міндетті түрде суығаннан кейін ғана формадан алатын боламыз. Пончиктарымыздың бетін әсемдеу үшін осылай шоколадтарымызды осындай ыстық буда ертіп аламыз. Міндетті түрде тоқтамай қозғап тұру қажет. Шоколадымыз толық ерігеннен кейін жарты ас қасық сұйық май құямыз, одан көп құюға болмайды. Ертіп алған шоколадымызға дәл видеодағыдай пончиктарымызды шоколадқа орнатып аламыз. Пончигіміз әдемі көріну үшін осындай посыпкадан сеуіп шықтым. Пончиктарымыз осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте сәтті шығатын рецепт. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып кетіңіз және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.